өзіне қарап тұрса, соны оқып жауап береді. Ал сұрақтар үлгісі мынандай: балаңыздың сүйікті тағамы, балаңыздың аяқ киім өлшемі, сынып жетекшісінің есімі, балаңыздың ең алғашқы сөзі, балаңыздың сүйікті ісі, ең жақын досының есімі, балаңыз өскенде кім болғысы келеді, армандары қандай, балаңыз қандай үйірмеге қатысады, балаңыздың кішкентай кезіндегі сүйікті ойыншығы деген сияқты осындай сұрақтар қоямыз. Сұрақтарды өзіңіздің қалауыңызбен өзгертсеңіз болады. Жалпы мақсаты ата-ананың өзінің баласы туралы, ата-ана мен баланың байланысын анықтау және оның баласы туралы қаншалықты көп нәрсе білетінін анықтау. Жалпы негізі қараңыз, осы сұрақтарға жауап бермейтін ата-аналар да болуы мүмкін. Сол ата-аналар, кей сұрақтың жауабын білмей қалған ата-аналар жиналыстың соң баласымен көбірек сөйлесуге, қызығушылықтарын анықтауға тырысып, үй-бең тірлік деп жүріп, балалармен сөйлеспей жүргендер осы олқылықтың орнын толтырады деген мақсатта. Жалпы осы сұрақтарды мысалы